жұмыртқа сүтімізді қоймен араластырамызбен ала дейді форма пайдалану шоколадтар режим конвектерде ондай литтерде қатпаған міндетті түрде дайындаңыз. Бөлме температурасындағы жұмыртқа мен қантымызды қосып араластырып аламыз. Сүтімізді қосамыз. Қантымызды қосамыз, тағы ванильді. Бөлме температурасындағы тұрған майымызды қосып, оны да қоймен араластырамыз. Ұнымызбен разрыхлителімізді араластырып аламыз. Ұнымызды қосамыз. Ұнымызбен қопсытқышымызды араластырып аламыз. Қамырымыз бізде оладий тәрізді қою болу қажет. Мен силиконды форма пайдаландым. Егер сіздер темір форма пайдаланатын болсаңыздар, міндетті түрде майлап алғандарыңыз дұрыс болады. Алдын ала бөлініп дайындалып алған шоколадтарымызды осылай кекстардың ортасына қойып шығамыз. Дайын болған кекстарымызды қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Менде режим конвекция 180 градуста 20 минутта пісті. Егер сіздерде ондай режим болмаса, верх ниспен 180 градуста 40 минуттың көлемінде пісіріп аласыздар. Шоколадты кексіміз дайын болды. Қараңыздаршы, қалай жұмсақ болып піскен, ешқандай шектерде қатпаған. Енді қонақ келгенде ұялмастан қоюға болады. Жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде дайындаңыздар. Каналыма жазылыңыздар, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын!